Шайтан төбедегі оқиға. Кент тұрғыны Жанай апаны бұрыннан танитымын. Қашан көрсең қолынан кітабы. Мерзімді басылымының жаңа саны түспейтін алпыста алқымдаған кейуана көпті көрген. Көңіліне түйгені мол жан. Бірде сол кісі жас кезінде басынан өткерген ерекше оқиғаны баяндап берген. Жақында сол жайды қайталап айтып беруін қолқалап, арнай үйіне бардым. Балам, сен де ұмытпайды екенсің. Сенде кезімде оны иегім кемсең деп, жүрегім қобалжып, әрең айтатынмын деп, апа тамағын кенеп алып сөзін жалғады. Өткен ғасырдың 70-ші жылының қаңтары. Тереңөзек ауданында тұратынбыз. Қысқы уақытында қасыма қайын сіңілім заданы ертіп, совхоздың сиырын бағып отырған ата енеме бет алдық. Олар таңертең ауылдан шықса, түсте жететіндей жерде орын тепкен. Аман есен барып, бір шайымызды ішіп алып, май, сүт, етімізді алып қайтадан жолға шықтық. Аралықта күзде қалың егіс шығатын күріштік алқап бар. Сол маң тегіс ақ көрпеге оранған. Екеуара бір көлік, онымыз кәдімгі сұр есеге. Қайын сіңлімді мінгізіп, өзім есекті жетегіме алып алғанмын. Фермадан біраз ұзап кеттік. Жарты жолда көпшіліктің шайтан төбе атап кеткен тұсы барын еститімін. Ол есімнен шығып кетіпті. Серігім екеуіміз қызықты әңгіме дүкен жетегімен қаннен қаперсіз жүріп келе жатып, бір сәтте тысыр еткен дауыстан артымызға жалт қарады. Бақсам, алыстан бір сұлба көрінгендей болды. Көкем келе жатыр ғой, ол келемін деген жоқ сияқты дедім таңғалып. Белгісіз бейненің бетін анық көрген жоқпын, алайда үстіне брезент плащ киген атты кісі қайын атама ұқсады. Арада 1-2 минут өткен соң әлгі көрініс сымызия жоғалып кетті. Аңтаң болып алғадымдай бергенімізде бізден 30 метрдей қашықтықта. Екі қолы ұзын, аяғын тарпан басқан, қорбаңдаған еңкіш әйел адамға ұқсас елеске куә болдық. Шашы сары, үстіндегі жалба жұлба, киімі алқызыл түсті. Алдымызды кесіп өтті. Қайын сіңілімде көріпті. Тұрсынбайдың қатының қараш. Сабап үйден қуып жібергеніме дедім. Тұрсынбай деген біздің фермамен қоныстас, өзге ауылдың бақташысы еді. 10 жасар қайын сіңілім анасының құшағынан пана іздеген балапанға ұқсап, үрке маған жақындай түсіп. Қой, ол емес, ауыл алыс қалды. Оның бұл жерге мынадай киіммен жетуі мүмкін емес. Бара, жын ғой, бізді әртүрлі болып айналдырып жүр. Осы арада қаншама адам өлген. Бізде өлеміз ба енді, деп сөзін үзіп әрең жалғады. Есімді ширақ жиып, жасымда әжем үйреткен ықылас пен фатиха сүрелерін іштей көрлеп оқи бастадым. Тілімді калимаға келтіргенім сол еді. Әлгі әйел кескін ауаға еріп ғайып болды. Бір жерге тығылып қалды дейін десем, жақын арада сай не жыра жоқ. Тегіс алқап. Қайын сіңіме де екелес анық көрінген. Көрген білгенімізді басқаларға айтсақ, бірі сендер көрінбей қалғансыңдар десе, бірі Құранның құдіреті сақтап қалған дегенді айтады. Расында өзім білетін осы сүре өмірімде көптеген қиындықтан құтқарды деп Жанай апа әңгімесін аяқтады. Әңгіменің соңы, егер әңгіме ұнаса лайк басып арнаға тіркелеміз.